Ассалаумағалейкум. Бүгін алдарыңызда міне Улан маркалы Murabi 110 күп. Бірінші доңғалағынан бастап таныстырылым жасайық. Доңғалағы міне Nino Oil деген покрашка. Ар жағында размері жазған болу керек. Мына жағында жазылады размері. Мына жерде міне өтірік болып қалмас, сіздерге айналдырып көрсетейін. Міне 400-де 12 дискі, 12 сырты 400. Әдеттегі мотоциклдерден 100 көбірек, оларды 318 болады. Мына 400-де 12 дискі кішірек болады. Бірақ енді мұнан қалыңдығы жетеді. Көбінесе қалалы жерлерге, ауыл жерлерге арналған, құмға ешқашан арналмаған. Сондықтан покрашка осындай болады. Ол неге бұрташ емес деп ойлап қалмаңыздар. Сосын алдыңғы стойка, алдыңғы амортизатор өте дәу. Енді бұл Murabi болғандықтан, жаңағы жүк көтеретін болғандықтан амортизаторы өзгеше. Сосын кейін сигнал мотоциклдеркіне ұқсамайды, өзгеше. Сосын алдында мындай бір сәнді нелері бар. Қытайша не аман жүр деген сияқты бірдеңе жазылған. Алдыңғы пары әдеттегідей, бірақ өте жарық түсу үшін жуан пар орналастырылған. Жаңа поворотниктер, бұрылу шырақтары. Сонымен дизені қорғайтын защита. Рамалары қалың дәу темірден орналастырылған. Енді бұл жағына мін жоқ. Дизені желден қорғау үшін темірді аямаған. Сосын кейін мынау міне скоростқа түсіретін айналма скорост. Алдыға баса бересіз 5-ке дейін. 5 скорост бар. Енді мынау аяқ торымыз. Ал мына қызыл болатын болса, бұл жаңағы өрлерден бір жыбыршып шығады ғой, күшейіп. Сол кезде іске қосатын нәрсе. Өрлі жерлерден қайқайсынан шыққанда осыны қосу керек. Ал мынау жаңа аккумулятор отырып қалған жағдайда оталдырып теуге болатын. Ал моторына келетін болсақ, міне Улан маркалы мотор. Зумшың мотор бұл. Енді біздің логотип, біздің марка Улан. Көтеру салмағы 250 килограммға дейін көтереді. Жалпы бұның салмағы 230 килограмм. Енді бір 500 килограмм бұлай баса бересіздер. Енді завод енді өзі айтады ғой. Мына айта береді. 500 килограмм спокойно басуға болады. 2021 жыл 7 айда өндірілген. Нөп-нөй жап-жаңа 7 айда туылған міне. Сосын кейін мына жерге жүк саласыздар. Киім кешек анау-мынау саласыздар деп өтірік айтпай-ақ қояйын. Бұның астында мотор бар. Мотор міне 110 күп мотор, бірақ мотоциклдің моторына оқсамайды. Одағы 110 күп емес, бұлардың күші бірақ зор болады. Көре алмайсыздар, жарқып жіберейік. Мына жерде мына қоша тоғы бар. Сосын кейін мотор міне мындай. Мына сеп немене бұл деп ойлап қалмаңыздар. Сеп мынаның себі, мынамен бүйтіп оталдырады ғой. Мынау жаңағы карбюраторы. Карбюраторы өзгеше екен. Әдеттегі мотоциклдердің карбюраторы жараймайды ау деймін, жоқ. 110 күптік карбюратор. Сосын кейін не сеппен емес, мұндай бәлемен швендуңку дейді ғой. Солмен, яғни мұнаның күші зоррақ болады. Моторды мен осылай орналастырған. Пружиналармен. Мотордың астында 4 пружина бар, дірілдетпеу үшін.
Сосын кейін аккумуляторы мындай. Аккумуляторы 12-де 7 енді сумен. Сосын кейін мынау моржасы түтін шығаратын. Түтінек моржа деп қазақшалап қойсам қалай болады? Моржа, түтін шығаратын, түтінек моржа. Сосын кәдімгі жүк көтеру үшін енді осындай гангбан дейді. Қытайша, орысша не дейді білмеймін. Қазақшасы енді жұмсарту тақтайшалары деп аударайын ба? Жұмсарту тақтайшалары дейік. Жұмсарту тақтайшаларынан кәне 1, 2, 3, 4, 5 орналастырылған. Санап жеріңіздер өздеріңізбе, міне 3 кетті ма, міне 4 ма, 5-шісі әне жатыр. Тоқ жолдары міне артқы шырақты жағу үшін арналған тоқ жолдары. Орындықтарын нелерін көтеріп сағанда осындай дәу көрініс шығады. Мынау бензин бак. Бензин багыңыз енді 9 литр ма, 10 литр ма сондай кетеді. Ол жазылмаған. Мыналарды жинастырайық. Щитогын көре салайық. Щиток әдеттегідей сәнді қара түспен, ақпен қара араласқан. Әдемі щиток. Шырақтарында жағып көре салайық енді. Бірінші скоростта тұр екен. Мынау пасостікі. Мынау жаңағы маргайттау. Мынау жаңа шырақты алдыға және жерге жоғары түсіру. Мынау поворотниктер. Поворотник шиқылдап өзінің бар екенін айтып жатыр, барымыз дейді. Бұл енді көбінесе жаңағы пробканың арасында жүретін болғандықтан, адам көп жерде жүретін болғандықтан осындай дыбыс өте дұрыс. Бұрылғалы келе жатыр. Бұрыламын деп айтып жатыр шиқылдап. Шырақ әдемі екен. Мына жағында жағып жүр екен. Улан деген марка. Әдемі, міне осыны кексіздер көп көріп жатыр. Неге бәрі қазақша маркалар қаптап кетті, Қазақстанда өндіріліп жатыр ма дейді. Жоқ, бұның бәрін Қытайдан келген қандастар, орекеңдер қазақшаластырып әкеп жатырмыз. Қазақша марка кіргізіп жатырмыз. Анау не емес. Бір жер көкте жоқ ағылтын жаттар қойып алады ғой. Жер көкте жоқ бір. Анау өзге плентаның тілінде бірдеңе жасап алады ғой. Мәрәули, пәләули, тәрәби, ондай марка емес. Кәдімгідей қазақша ұлан деген. Енді бұның мағынасын ішкерлей интернеттен зерттесеңіздер болады. Ұлан деген жақсы сөз. Арлан деген марка бар, барс деген марка бар, тұлпар деген бар, желмая деген марка бар мысалы. Оны көп көрмеңіздер. Наоборот, сол қазақша брендтер халықаралық деңгейде көтерілсін, қолдап қуаттаңыздар. Қытайша марка болғанда, орысша марка болғанда, ағылшынша марка болғанда, енді қазақша марка болса не болады екен? Біреудің бір жері қисайып қалар ма екен? Болмаса қазақ тілі әлемге бір атмосфераны ластайтын лас екен. Әрине ондай түсіну жоқ. Кімнің мықтылығына байланысты. Toyota не үшін Toyota, Apple не үшін Apple. Тағысын айтсаң кете береді. Негізі халықаралық деңгейде бір марка болғаны дұрыс бізде. Өзбектердің Nexia сияқты, Шерелеуи сияқты. Бізде де болғаны дұрыс. Бір қазақ тілін білдіртпей марка ретінде жасап жерге болады мысалы. Ұлан деген әдемі кетіп тұр. Қазақша екенін білеміз. Желмая деген марка бар мысалы. Білінбейді мысалы. Өзге ұлттарға білінбейді оның қазақша екені. Арлан. Арлан да өте керемет марка. Енді жаңа әскери техникаларда Арлан деген машина бар. Арлан деген мурабида бар. Арлан деген мотоциклде бар.
Сосын кейін Сәния бар. Сәния қазақтардың арасында бар ат бұл. Қытайлардың қазақша жасап алған маркасы. Арғы тегі Қытай, бірақ бер жағы қазақша. Енді бұның мына кабинкасын, кебежесін қолмен көтереміз. Тоқпен көтерілмейді бұл. Осылай көтеріп қойғанбыз. Қазір жатқызып, толық көріністі көрсетейін сіздерге. Негізі бұны тұрғызып, жатқызуға жаңғыз адамның шамасы келеді. Бір 60 килограмм ба, одан төменері 50 ма, 30 ба сондай шығады әйтеу. Өзім көтеріп, өзім түсіріп көрдім. Негізі ер адамдардың күші жетеді. Енді әйел адамдар ғой, білмедім. Ауылда сүт тасығанға, кішігірім жүгіңізді бір жаққа жеткізгенге, не болмаса жаңағы қалың бұқа борлайтын кісілердің боқ шығарғанына таптырмайтын көлік. Кәдімгідей бір семьяны асырай алатын көлік деп айтсам енді артық емес. Жоқ нәрсеге ақшаны құртқанша, қарызданып, кредитке iPhone алғанша, мынаны алыңыз. Күн көріске, бірдеңені ептеуге болып тұрған көлік та. iPhone-ның бағасына жетпейді. Бұның бағасы iPhone-нан әлде қайда 2 есе арзан. 2 есе, 3 есе арзан. Міне, мына артқы фарларын бәрін диодпен орналастырыпты, өте керемет. Қазір жағып көрсетемін. Мына жақта міне қолторымыз, жаңа бүйтіп тартып қоямыз бұны. Басып тұрасыз да, өрге қарай тартып қоясыз. Орнынан жылжымай тұрып береді. Мынау бүйтіп артқа тұратын болса алдыға жүреді. Енді мына төмен басып сасақ, артқа қарай жүргізуге болады. Артқа алдыға жүре алады бұл. Сосын кейін айналар жайлы айта кетейін. Айналар дәу. Дәу міне. Мынау алдыңғы торымыз. Енді мына сцепление деген болмайды, мына жағы. Мына жағы болмайды, өйткені ондай керек емес бұның моторына. Жай ғана бензинді бұрасаңыз жүреді. Сондықтан бұның орны пустой деп орысша айтады ғой. Бос. Ептеп-септеп орысша үйреніп жүрміз. Сіздер үшін бәрі. Шырақты жағып көрсетем дегем. Жақтық міне диодпен әдемі шырақ. Сәнді. Мына жер жаңағы нөмер қадайтын жер. Мына жерде бір тесік тастап қойыпты. Не үшін екенін түсінбедім енді. Тесікті асықпай зерттеп алыңыздар. Мынау кезінде бүйтіп работа алдыратын бірдеңенің тесігі ме екен деп қиялдаймын өзім. Бұл тесікті білмедік. Енді мына кебежені кейінірек мен көтермеймін, ойбай бірдеңемен көтерткізу керек дейтін кісілерге астына не орналастыруға болады, жаңа жүк көтергіш. Оны бүлік сатып алып, орналастыра салуға болады. Негізі тоқпен болған жақсырақ еді, бірақ бағасы эконом классқа кіретін болғандықтан арт жағын ондай функция қарастырылмаған. Жалпы көрініс мындай. Үйрі қытайша әріптер көзге сыймай тұр. Алып тастап, басқалай бірдеңе шаптауларыңызға болады. Негізі алып тастаған дұрыс. Қытай деп жазған Джунго Шинчи дейді. Өздеріңіз аударып аласыздар. Артқы доңғалақтың размерін айта кетейін. Артқы доңғалақта 400-12. Артқы алдыңғы доңғалақ үлкен. Бірінің камерасы біріне түседі. Міне өтірік айтып тұрған жоқпын. 400-12. Нинойл деген покрашка жақсы, сапалы. Темірлерін қараңыздар. Сапалы. Әдемі немен орналастырылған. Мынадан да сапасыз бар. Мынадан да сапасыз дүниеге жаңа ұлан деген марканы беріп әкелуге болар еді, эконом класс. Бірақ ұлан деген марка
Қазір болашағын ойлап, осыны бір үлкен деңгейде көтерейік деген мақсатпен ең сапалы, ең эконом класстың ішіндегі ең сапалы нұсқасын әкеп жатырмыз. Жерден сатушы қабылдаймыз, жерден сатып алушы іздестіреміз. Хабарласыңыздар. 110 күп деген енді мотоциклдің моторымен салыстырмаңыздар, күші зорырақ болады одан. Енді мына ұрша темір 230 килограмм постоянно алып жүру үшін моторың әлсіз болса, оны мураби деп айтудың қажеті жоқ. Жүк көтергіш, жаңағы штоңғалақ деп айтудың қажеті жоқ. Өтірік болып қалады. Постоянно жайшылықтағы салмағы 230 килограмм. Балшыққа бір жерге батып қалсаңыз, машина шақыруыңызға тура келеді. Бұның жүретін жерлері көп енді. Ауылды жерлерде, қалалы жерлерде, әсіресе осы қала ішінде Алматы көлемінде барахолкада кәдімгідей доставка жасауға таптырмайтын құрал. Жүктеріңізді о жаққа, бұл жаққа доставкаға салған кезде өте табылмайтын жүк тиегіш деп айтуға болады. Хабарласыңыздар. Мото Қазақстан Инста парақшасы және 234 KZ YouTube каналы. Ассалаумағалейкум. Көптен күткеніміз, армандап жүрген мурабилер. Мурабилер көп сұрайсыздар. Мото Қазақстан Instagram парақшасы. Есім Самарханда жүретілі болады. Көріңіздер міне. Бүгін сіздерге от алдырып жүріп көрсетеміз. Мұнаның бәрін айтамыз. Бірінші жүріп көрсетейік. Мынау міне, мына кішкентай артқа тұру керек алдыға жүру үшін. Сосын кілтті ашасыздар. Бұлай болады, міне. Мынау нөлде тұру керек. Білесіздер, үшпен жүріп кетуге болмайды, міне. Нөлде. Мына жақта статор бар. Мына қызыл кнопка өр жақта тұрмау керек. Бұлай болу керек. Басам. Бір бассаң оталар болшы. Бұлай алдыға басып қоямыз. Орнынан қозғалмайды, міне. Орнынан қозғалмайды. Не жоқ бұда? Дихаши болмайды, сцепление болмайды. Газды береміз, жүреді. Жаңағы кішкентай жайлы айттық. Жүрісі өте ыңғайлы. Жұмсақ, әдемі жүреді. Мынаны енді алдыға жылжытсақ, артқа кетуге болады. Артқа кеткенде міне қинамаңыздар, мына жер көріңіздер, міне. Артқа алдыға шегергенде ең алдымен неге саламыз? Бірге саламыз. Екі доңғалаққа оқсамайды екен, мына от алдырғаннан кейін мынаны баса беруге болады. Екі доңғалақта от алып тұрса да ары бері жұлқуымыз керек, бүйтіп жұлқулап салуымыз керек. Мына да ондай емес. Скорттар міне қалай бассаңыз солай әдемі көрсетеді. Міне мынаны алдыға жылжытып қойдым, мен артқа шегініп көрейік. Шегініп тұр. Алдыға міне